Жедел жәрдем станциясын жын перілер мекендей ме? Қимылдап тұрды ғой, былайынан қимылдады, былайынан. Бірден ақылары. Көзің жұмсан болды, қарап тұрдым өзі. Ауылдарыңызда қазір қандай жағдай орын алып жатыр? Больницада баланың жылаған дауысы шығады. Бұл перзентхана емес пе? Перзентхана емес қой. Он біреулер пранк деді, қолдан істеп жатыр деп. Мен пранк деп ойламаймын оны. Неге? Өйткені ол жерде мәйітхананың алды мұсыр болған. Әйелдер аборт болатын болса, сол аборттың несін сөйлеуге төгер екен сайға. Бөлмеге кіріп, жандармен как положено диалогқа кіріп сөйлеу керек. Ол біздің дауысты естиді. Сіз солай сөйлесе аласыз ба? Иә. Любой генерал замену бірдеме сұрайды. Сол кезде замен не бересіздер? Замен ол сіздер бересіздер. Біздер шариғатта Сіздер деген кім ол? Мына кісілер медиумдар ғой енді бұлар. Адыраспан ғой. Оны не істейсіздер? Адыраспандаймыз. Сменіміз тыныш болсыншы, вызовымыз аз болсыншы деп. Күніге. Шыр-шыр еткен нәрестенің дауысы ауылымыздың үрейін ұшырды. Редакциямызға үздіксіз хабарласқан көрермендер Шардарадағы жан шошырлық жағдайдың сырын ашуға көмектесуімізді сұрайды. Олардың айтуынша медицина мамандары отырған ғимаратты жын пері мекендеп алған. Қайырлы кеш, Еуразия бірінші арнасында көреміз. Бөлмеден естіліп жатқан нәрестенің дауысы Шардара тұрғындарының ұйқысын бұзып, күлкісін қашырды. Сөздеріне сенсек, қорқынышты құбылыс бір айдан бері жалғасып келеді. Ең қызығы, ел жұртты шошытқан жағдай жақында ғана салынып біткен жедел жәрдем станциясында болып жатыр. Нәресте шыңғырып жылап жатыр ғой. Көз алдымызда барлық сияқты да, бірақ еш нәрсе көрінбейді. Сондай дыбыс шықты. Нәрестенің дауысы әлдебір тылсым күштің бір белгісі ғана іспетті. Әйтпесе тосын дауыс естіп қорыққандар мен ешкім жоқ жерден аяқ сыбдырын естіп үрейленгендер де бар. Ауыл тұрғындары сыртқы есіктің өзінен өзі ашылып жабылғанын көріп, зәр имандары қалмай үйлеріне қашқан көрінеді. Бұл істі қалай білді ме? Қимылдап тұрды ғой, былайынан қимылдады, былайынан. Бірден ақылары. Расында, өзіміз бітейіп жабы. Қайдан жабы? Түсініксіз тылсым күштің кесірінен жұмысын тастап кеткендер де табылды. Станцияның іргесіндегі емхананың бұрынғы күзетшісі жанарымды жұмсам болды, көз алдыма ақ күрте киген қыз келетін дейді. Жоқ, сіз ұйықтағанда көріне ма? Жоқ, ұйықтамай сау. Ояу кезде. Көзің жұмсан болды, қарап тұрдым өзі. Ал қала тұрғындары айтқан пікірге қарағанда, мәйітхананың тап іргесіндегі бұл жерде бұрын қоқыс болған көрінеді. Ол жерде неге оның бәрін өтірікке шығарып жатқанын мен білмеймін. Бірақ действительно бұл мусорлықхананың орны, моргтың орнына мынау больница салуға бола ма, болмай ма деген сұрақ. Шардаралықтарды шошытқан не нәрсе? Жедел жәрдем станциясының қызметкерлері ғимаратты неге адыраспанмен аластап жүр? Жұртты шулатқан орталықта тілшілеріміз қандай зерттеу жасады? Көреміз. Мән-жаймен толығырақ танысу үшін студияға Шардара қаласының тұрғыны белсенді Замира Тағаеваны шақырамын. Замира, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Алматыға Шардарадан келіп отырсыз ғой? Саламатсыздар. Шардарада тұрып жатқаныңызға неше уақыт болды? 20 жыл болды. Ауылдарыңызда қазір қандай жағдай орын алып жатыр? Больницада баланың жылаған дауысы шығады. Оны мен өзім көрген жоқпын. Бірақ видеоны, сол күні тараған видеоны көрдім. Әлеуметтік желіге демек видео тараған ғой? Тараған. Ол видеоны кім таратып жүр? Қандай мақсатта және? Оны мен білмеймін, кім таратқанын. Мен қай мақсатта таратқанын білмеймін. Мен сол жерде жұмыс істеген бір-екі адамдардан сұрағанымда, шынымен осындай бала жылайды деп айтылды. Қазір мен сіздерге һәм күллі елге сол бір әмбеге аян болған видеоны көрсетейінші. Одан кейін сұхбат жалғастырамыз, экранға зер салайық. Жақындасаң кетіп қалады.
Бұл перзентхана емес пе? Бұл перзентхана емес бұл. Анық Шарананың бір жылап жатқан, көмек сұрап жатқан дауысы шығып жатыр, иә? кішкентай ғана, иә. Видеода ер азаматтарды көрдік қой. Иә. Оларды сіз танисыз ба? Ұлан есімді кісіні танимын. Ұлан есімді, иә? Біз сол кісілердің өздерінен сұхбат алған болатынбыз. Қай күні, қай жер толығырақ өздерінен білейікші, экранға зер салыңыздар. Отырғасын дыбыс шықты. Сол дыбыс шыққаннан кейін менде телефон да жоқ, басқа да жоқ қой, зарядка тұр ғой. Соңғы дыбыс шығып отқан шықтық. Ол да бауыржан да шықты. Шоферский комнатада жаңа Омар деген кісі екеуміз, ол да шофер ғой екеуміз, екі кроватта жатқанымызда осы дауыс қайтып шықты. Мына бөлмеден шығып жатыр, оған ашып кірдік. О да жоқ, ар бөлмеден шығып жатыр, оған ашып көреміз жоқ. Тұрам, нәресте шыңғырып жылап жатыр ғой. Көз алдымызда барды сияқты да, бірақ еш нәрсе көрінбейді. Сондай дыбыс шықты. Сіздер ана түбіне дейін бардыңыздар ғой? Иә. Тоқтап қала ма дауыс? Иә, сол бір екі бөлмеден өткенде уже тоқтады ғой. Бірақ нәрестенің дауысы анық шығып жатыр. Бізге де тыныштық керек ол. Оны біреулер пранк деді, қолдан істеп жатыр деп. Дардай кісі 64-та, 66 жылғы ма жігіт. Бұл не var бұндай сөзді шығарып? Сіз де жасаймыз. Мен өзімде 52-53-ге кетіп жатырмын мысалы. 52 толық үстінде. Маған не керегі бар ондай нәрсенің? Замира ханым, аталған жағдайды әзілге, пранкке балағандар бар ма сонда? Мен пранк деп ойламаймын оны. Пранк деп айтылып жатыр ғой, енді біреулер пранк деп айтылып жатыр. Біреулер оның бәрі өтірік деп жатыр. Бірақ сіз шын екеніне сеніп отырсыз ба? Мен шын екеніне сенемін. Неге? Өйткені ол жерде мәйітхананың алды мұсыр болған. Кезінде мұсыр болған. Например, әйелдер аборт болатын болса, сол аборттың несін сол жерге төгерген сайға. Сол сайдың үстіне Төгкен ба кәдімгідей или просто сіз пайымдап отырсыз ба? жоқ, төгілген деп. Төгілмейді ғой негізінде. Жоқ, сол төгіліп, сол жерде істейтін адамдар, сол больницада істейтін адамдардың өзімен сөйлескен болатын. Қараңызшы, бұл жедел жәрдем станциясы. Иә. Соның жанында мәйітхана бар. Иә. Мәйітхананың қасында қоқыс болған ба? Қоқыс болған, туалет болған оның орны. Мусор болған, не болған. Енді ол жын шайтандардың өзі мекендейтін жері сондай жер. Жаңағы лас жер. Одан алдын ол мекендеген, сол жердің бір олардың бір центрі болған десек те болады. Бірақ кейін уақыт келе сол жерге адамдар не істеді? Үй салды, үй салғаннан кейін олар уже өзінің үйренген жеріне келіп біреулер параллельный әлем ғой енді бұл. Мешать еткеннен кейін сондай не істейді? Адамдарға сондай кедергі беріп, жаңағы кішкентай баланың дауысын шығарады, ұйықтап жатсаң келіп шаштарын өріп кетеді, есіктер жабылу деген сияқты бұл нәрселердің бәрі жынның признактары. Осы бір болған жайттың себебін анықтап көрейікші. Замира ханым қазір де тілге тиек етті. Студияға дейін де тілшілерімізге баяндаған екен, толығырақ сюжетте. Негізі енді қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс деп ойлаймын да. Мына моргтың орнына больница салып қойды. Орны ма жоқ, ана морг қасына ма, моргтың қасына ма? Мына машиналар тұрған жер бар емес па? Иә. Морг қой кәдімгі, мына моргтың жандары ғой. Жағында тұр ғой морг, ана сары тұр ғой. Дұрыс қой, ол сары болғанмен соның жанына полный мусор болатын еді ғой. Мусор, кәдімгі мусор. Жаңа салынған скорыйға жедел жәрдемге салып берген ғимарат тұр ғой, мына екі этажды. Иә. Соның орнында мусор болған ба? Мусор болған. Пола мусор, полный ана жақтан шыққан мусорлардың бәріні, ол жерде туалет те болған. Иә. Туалет кәдімгі, туалет те болған, мусор да болған ол жерде. Біраз нәрселердің бәрін сол жерге тастайтын кәдімгі. Замира ханым жаңа қолыңызбен көрсеткен жаңа ғимарат, иә ол? Салынғанына қанша жыл болған ғимараттың? 2 жылдай болып қалды. Біз толығырақ зерттеген болатынбыз. Жалпы нысанның құрылысына кім тапсырыс берген, қанша қаржыға салынған, экранға зер салайықшы. Шардара қаласының орталық ауруханасы мен емханасы бір-біріне жапсарлас орналасқан. Іргесінде бір қабатты жатаған мәйітхана бар. Ал жедел жәрдем станциясына берілген жаңа ғимарат осы нысандардың етегінен орын алған. Тұрған жерінің едәуір еңіс екені бірден байқалады. Жаңа нысанның төл құжатында тапсырыс беруші мекеме Түркістан облысының құрылыс басқармасы, қаржыландыру көзі облыстық бюджет екені көрсетілген. Сметалық құны 1 миллиард 715 миллион 703 мың теңге. Құрылыс 2018 жылы басталып, 2022 жылы аяқталған.
түсінікті болды ғой жағдай, енді Шардара қаласының тұрғындары не деп жатыр? Әмбеге аян болды видео. Ол видеоны ашқан кезде ар жағында баланың, сәбидің жылаған дауысы. Не деп жатыр ел? Енді әркім әртүрлі айтып жатыр оған. Біреулер айтады бұл мысықтың дауысы, қолдан істелген дейді. Біреулер сенеміз дейді, біреулер сенбейміз дейді. Әркім әртүрлі болжалап жатыр ол. Жаңа ғимараттың қоқыс орнына салынғаны рас па? Медицина қызметкерлері улап-шулап жүрсе де, әкімдік неге? Жайбарақат. Жарнамадан соң жалғастырамыз. Жедел жәрдем станциясын жын иектеген сияқты. Редакциямызға толассыз түскен хабарламаларды халықтың жанайқайы деп ұқтық. Себебі шырылдаған нәрестенің дауысы мен жақ жүндері үрпиген станция қызметкерлерінің қорқынышына бейжай қарау мүмкін емес. Кейбір қала тұрғындарының пікірінше жаңа ғимарат мәйітхананың іргесіне бұрынғы қоқыс төгетін орынға салынған. Ал әкімдік не дейді? Тұрғындар ауылдан көшіп кетпек пе? Көреміз. Біз де енді Қараша халықтың, тұрғындардың ойын білейік дедік, өйткені бұл проблема ең әуелі сол кісілерге жақын ғой бізге қарағанда. Экранға зер салыңыздар. Күнші мен жерде отырдым. Мына есіктің былай болды ғой. Жабылатын есік ше. Жетті сәл тұрды. Бірден қысын толды. Адам ашқасы. Адам ашқасы. Ада жел жоқ. Бұл істі қалай білдім әлі? Қиындап тұрды ғой бейт. Бұлайынан қиындады ше, бұлайынан. Бірден барып. Біраз сұқтап, қайт өзімізді кеп жабып. Қайдан жабып? Сыртқа шықтық. Жел жоқ. Желмегенде жел жоқ. Адам да жоқ. Ешкім жоқ қой бізден бізға. Сонымен кетуге әрекет қылып қойып жатыр. Қайтып қашып отыра келді ғой. Бұның нәрсені ютубтан көреміз ғой. Сосын күштігі сенбеймін ғой. Ендегі мақсаттарың просто балғын жоқса деп қойды. Сенбей келеміз ғой, сенбей. Сенбей. Мына сіз үшіңіз аяқ болдыңыз ба? Жоқ, қасым болдым. Бірге отырық қой бірге. Екі адам бірге болдыңыздар ма? Екеуміз бірге болдық қой, есік кетіп, ойнап. Менің төркінімде бір ақсақал шығып, мынау тарап жатыр, телевидениеға шығайын деп жатыр. Соға дейінге өзіміз ішімізде тасаттық жасап, қой сойып, ірі қараны сойып, молданы шақырып, осыны реттейік деген ақсақал шықпады ма? Енді ол жағын мен білмеймін, бірақ өзім естуім бойынша больницада істейтін бір әпшем бар. Құдай тамақ істедік деп айтқан. Құдай тамақ құтқармайды. Бекжан мырза айтыңызшы. Құдай тамақ істедік сол жерде. Бір қойды құрбан шалып, сосын сол айтып ғой, бұл жерде кіру керек, ана же бөлмеге кіріп, жандармен как положено диалогқа кіріп сөйлеу керек. Ол біздің дауысты естиді. Осындай мекен бұл жерді тастап басқа жерге кетіңдер дейді. Ол енді тылсым әлем бізге көрінбейді, бірақ ол көрінбесе де өзінің белгілерін көрсетіп отыр. Сіз солай сөйлесе аласыз ба? Иә. Менде сұрақ бар еді сізде, например, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, жындарға жаңа кетіңдер деп айтамын деп ше. Любой жындар ол замен бірдеме сұрайды. Сол кезде замен не бересіздер? Замен ол сіздер бересіздер. Біздер шариғатта диалогқа тұрамыз. Мына кісілер медиумдар ғой енді бұлар. Бұлар қарама-қарсы ғой, Руслан. Дұрыс айтайық. Бұлар диалог жындармен договорға отырады. Сосын жұмыс жасайды енді. Емдейді, шығарады. Бұл енді бұлардың әдісі. Біз шариғатта ешқандай замен бермейміз. Бізде құрал бар. Барлық жындардың желі шығатын ол Құран. Құран аятын оқимыз. Егер оқымасаңдар, осы Құран аяттары қарғыс ретінде, лағнет ретінде оқимыз дегенде, любой адам өзінің қорқатын қаруын ұсынған кезде жан керек болса не істейді? Жоқ, мынандай жындар болады, қазір Құран білетін жындар болады ғой. Біле берсін, Құраннан қорқпайтын. Али мырза, сіз бір нәрсе бересіз бе жындарға? Мен жоқ, мен заменді білмеймін. Замен деген нәрсені қайдан айтасыз онда? Жаңағындай келісемін мына кісімен, то что жаңа жындармен келісіп шығаруға болады. Өйткені шын мәнінде жаңа мусор тұрған жер, жаңа морг, бала тастады деп тұр ғой. Ол жаңағындай жындардың үйлетін жері. И жаңа біз адамдар үй салып тастадық қой. Үй салды, больница салдық да, рұқсат алу керек деп тұрмыз да. Рұқсат алып керек емес. Просто ол жерге білдірту керек, то что біз адамдар да, сол жердің иесі адамдар екенін. Қалай білдіреміз? Сөйлесесіз, кәдімгідей сөйлесу керек, ол дұрыс айтады, сөйлесу керек онымен. Негізі жын бар зат, ол ешқандай адамға зияны жоқ.
деп ойлаймын. Қателесесіз. Ешқандай зияны жоқ, адамның адамға зияны болмайды. Сіз бұл қандай 25 информацияға сүйеніп айтып отырсыз? Просто Мен өзімнің өмір давайте былай көрген. бүйтейікші. Сіз көрген жоқсыз ғой жынды. По факту сөйлейікші, пожалуйста. сұрақ қойшы, сіз айтасыз жаңа жынның зияны жоқ деп отырсыз мысал ретінде. Енді мына кісі жын шығарады, менде арасында болып тұрады. Жын кіреді ғой адамға мысал ретінде. Сол кезде адамға жын кіргені зиян жасап жатқан жоқ па? Білмеймін, мен жыннан гөрі өз өмірімде адамнан көп зиян көргенмін. Жыннан қорқудың керек жоқ деп Жақсы, ойлаймын. жарайды. Адамнан керек жоқ. Әркім енді өзінің әркім ойында өзінің қалады, ешкім субъективті ойы ғой. біреудің ойын өзгерту үшін бағдарлама арнап отырған жоқпыз. Бұл жерде проблемамен келді, сол проблеманың шешу жолдарымен атсалсайық. Енді баршаларыңызға ортақ бір сұрақ қояйын. Естідіңіздер ғой, дауыс бар. Және көзбен көрмедік десе де тұрғындар айтып жатыр, есік өзімен өзі ашылып жабылады дейді. Бұл ненің белгісі болуы мүмкін? Ортақ сауал. Ол жаңағы жындар адамдардың тұрғанын қаламайды. Ол шындық, ол факт. Это ощущение. Ау? Мен өзім маман ретінде айтайын, это ощущение. Когда есть страх, ожидание — это реальность. Қорыққанға қос көрінеді деген Дәл сондай. Біз енді тегінен тегін ол жаққа барған жоқпыз ғой. Тегінен тегін бағдарлама арнап отырған жоқпыз. Редакциямызға күнде хабарласқаннан кейін өлім жітімнің арасынан уақыт тауып Шардараға да бардық. Және ең бірінші барған жеріміз біздің әкімдік болған. Экранға зер салыңыздар. Ауыл тұрғындары жедел жәрдем станциясының орны дұрыс таңдалмаған деп топшылайды. Сондықтан көпті мазалаған сұрақты Шардара ауданының сәулет құрылыс басқармасының басшысына қойдық. Енді ол жерде бізде орталық аурухана осы қаланың орталығында жайғасқан. Біз соған ыңғайлы қылып, жедел сол жерден қаралған. Жәндегі күніне 150 адамды қабылдайтын емханамен жәндегі жедел жәрдем орны. Енді ол орталық аурухана қасында болу керек. Содан ол жерде соған таңдаған. Жедел жәрдем станциясы қызметкерлерінің өзіне жәрдем қажет болып жатқанын ауданның әкімдігі біле ме? Жалпы тосын оқиға туралы қандай пікірде? Бірден аурухана басшылығына хабарласып, мәлімет алған Алмас Әмзеұлы бізге былай деп жауап берді. Әлеуметтік жарияланған материал жедел жәрдем станциясы қызметкерлерінің бірге қалжыңдасып, әзілдесіп, түсіріп, осы әлеуметтік жарияланып кеткендігі анықталды. Енді осындай мәселеде сіздер әкімшілік тек қана осылай телефонмен біліп, ауданнан қана біліп соны айтасыздар ма? Жоқ әлде өздеріңіз барып станциядан білу керексіздер ме? Біздерді анықтап, жалпы халыққа хабарлаймыз. Әлеуметтік желілерде ешқандай бұл орын алған жағдайдың жалған екенін, қызметкерлердің қалжыңдасып бір-бірімен түсіргендігін анықталғандығын әлеуметтік желіде хабарлап, тұрғындарға хабарлаймыз. Қашан хабарластыңыз? Осы бүгін кірісіп ақпаратын. Неге бұған дейін хабарлама болса? Осы 1-2 күннің көлемінде шықты бұл ақпарат. Сонымен әкімдікке сенсек, жедел жәрдем қызметкерлері бір-біріне қалжыңдасып, әзілдесіп түсірген видео дейді. Жалған ақпарат дейді. Жоқ, ондай емес. Енді ол жерде болған ғой, сонша халық алдамайды ғой. Және сонша адам алдамайды. Алмас Әмзеұлы айтты, бүгіннен бастап біз жалған екенін хабарлап жатырмыз тұрғындарға дейді. Сізге хабар жетті ме сондай? Демек әлі хабарлаған жоқ. Жоқ. Жақсы. Әкімдік әзілге болады десе де біз анық қанығын білу үшін аталған орынға бардық. Яғни жедел жәрдем станциясына. Қызметкерлер не дейді? Экранға зер салыңыздаршы. Мекеменің жетекшісі бізде бәрі жақсы дегенінен таңған жоқ. Алайда табақтағы бір тұтанып сөнген адыраспан бірден назарымызды аударды. Мынау не мынау? Адыраспан ғой? Оны не істейсіздер? Өзі біз жұмысқа келген любой кезде адыраспандаймыз. Сүйеніміз тыныш болсыншы, бызымыз аз болсыншы деп. Күніге. Көмектесеміз? Көмектесеміз? Кей кезде көмектеседі, кей кезде көмектеспей қалады. Адыраспанның станцияға қалай көмектескенін қайдам? Бізге халық көмектесті. Жұрттың айтуынша түсініксіз тылсымнан зәрезап болған мекеме қызметкерлері құрбан шалып, Құран оқытуға мәжбүр болыпты. Мұны Әбу Мәнсүр Әл-Мутриди мешітінің бас имамы растады. Мен сапарда жүрген уақытында маған осы видеоны жіберіп, тарап жатқан видеоны, кішкентай баланың жылап жатқан. Соны жіберіп, осы мәселе жөнінде ақылдасты ол кісілер. Хабарласып, осы мәселені қалай шешек болады, осы мәселенің бір шешімі бар ма, бұл жерде қызметкерлер жұмысқа келуден және де арасында әртүрлі адамдар болады ғой, әйел кісілер бар дегендей, осындай бір қорқыныштар болып жатыр дегендей әңгіме болды.
Содан кейін келгеннен кейін ол кісілер маған қолқа салып Құран оқытуға шақырды. Станцияға қайта келгенімізде Құран оқытқандарын Данагүл Музанова да мойындады. Бірақ бұл кісінің айтуынша құрбан шалу қандай да бір қорқыныштың әсерінен емес, адыраспан мен аластау секілді әдепкі жоралғылардың бірі көрінеді. Құран оқытқанда тек қана шелпек пісіріп Құран оқыттыңыздар ма, мал сойдыңыздар ма? Мал сой, өзіміз сондай. Мал соямыз. Иә, осы жерде мал сойып, өзіміз молда әкелеміз да, бұл жұмыс. Малды кімнің ақша сатып аласыздар, өздеріңіз? Өзіміз. Осы жердегі адамдар? Иә, мекеме берді. Мекеме аударады, өзіміздің басшылар. Осы жолы қанша ақша аударды? Бұл жолы 100 000 теңге аударды. Енді менде бір сұрақ. Егер ол пранк болса, әзіл болса, мекеме қызметкерлерінің арасында қалжың болса, не себепті Адыраспан мен ақша шығындап, 100 000 теңге басшылар аударып, мал сойып жүр? Санжар мырза, сіз күлдіңіз ғой, не үшін күлдіңіз? Адыраспан күлдім. Жоқ, Адыраспан бәрінің үйінде бар ғой. Меніңше бұл самовнушение сияқты адамдарда, мне кажется. Видеода меніңше пранк бір не болуы мүмкін, сол үшін адамдар көріп самовнушение болады да, өз-өзін сендіру. Адамдарда шизофренияның 10% үлесі бар. Әрбір адамда, дені сау адамдарда. Егер ол оны шат ететін болса, ананың көрінісі береді да, артыңнан адам келе жатқан сияқты. Біздің мектепте де ондай әңгіме, сары қыз деген бәле бар дейтін еді. Ерте барып қойсақ, ешкім болмаса біз қорқып барған кезде, как будто ощущение, прям сол жерде біреулер жүрген сияқты. Қазір енді кейіпкерімізге сөз берейікші, Замира ханым. Мен не үшін онда, например, ол өтірік болатын болса, Құдай тамақ беріп, мен қазір ол неде адам бір өзі қалмайды. Қорқады, потому что. Дұрыс қой, енді бәрі қорқады. Мен айтамын да, егер вдруг сол жерде апат айтып келмейді, өлім айтып келмейді. Сол жерде может бір адам өзі отырып, мына сіздер айтасыздар, қорқыныш болады деп. Ал сол действительно бір өзі отырған кезде жылаған дауыс шығып қалып, ана әйел өліп қалса, ешкім. Соның алдын алайын деп келіп отырсыз ғой, біз сізді түсінеміз. Замира ханым, сіз қоғам белсендісі ретінде видеоны көрген соң өзіңіз неге бармадыңыз? Жоқ, мен оны барғанда барып келді ғой, ана Ұлан деген кісі барды. Сіз өзіңіз болдыңыз ба ішінде? Мен ол жерде болған жоқпын, Ұлан деген жігіт барды. Енді мына кісілер айтып отыр ғой, енді жаңа ғылымда ол дұрыс, адам қорыққан кезде ондай нәрсе внушение болады да. Бірақ сіздің шизофрения деп отырғаныңыз 10% ол шизофрения неден пайда болатынын әлі ғылым дәлелдеген жоқ қой, білесіз. Мен сұрақ қояйыншы, Санжар мырза, шизофрения көне ауру, әліге дейін современный медицина шизофрения неден пайда болады? Әсер етуші фактор әлі ғылыми түрде ол дәлелденбеген нәрсе. Иә, мойында дәлелденбеген. Бар ғой, мынау деп көрсетілген. Ол теория жай ғана. Общий, обширный ғылымда шизофренияның әліге дейін қайдан болатын, әсер ететін фактор екен әлі дәлелденген жоқ, біріншіден. Сол үшін шизофрения неден болады десек, біз шариғатқа сүйенеміз, тікелей жын жасаймыз. Ал енді жын материя емес, ал медицинаның зерттейтін объект сол материя. Материя болмаған нәрсені ол бәрі не істейді? Жоққа шығарады. Сол үшін жаңа айтып отыр ғой, бұл ондай ойды, ол дұрыс бір танысым болған, тоже сондай сенбейтін кісілер. Жаңа үйге барған кезде жаңа есікті тықылдатады, түнде маза бермейді дегенге сенбей қой, мен барып сол түнде сол үйге барып жатам деген ғой, бір танысымыздың ағайына. Сөйтіп барып жатқан, и түнде соны көрген өзі. Сол үйде жаңа жындардан біраз мазалаған, таңертең 1 сағатқа жетпей сол үйден шығып кеткен да, уже ананы көргеннен кейін. Жедел жәрдем станциясын жын жайлағаны рас па? Ауыл тұрғындары қандай шындықты айтты? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Шардарадағы жедел жәрдем станциясында жын перілер мекендейді. Осылай деп медицина қызметкерлері мен ауыл тұрғындары көремізден көмек сұрайды. Айтуларынша көзге көрінбейтін тылсым күштен үрейленіп жағаларын ұстаған. Мамандар ғимаратты адыраспанмен аластап, имам шақырып әуре. Ал Түркістан облысының жедел жәрдем станциясының басшылығы Шардарадағы әріптестеріне құрбан шалуға 100 000 теңге берумен шектелген. Жедел жәрдем қызметкерлері науқастарға көмек көрсете ме, әлде жын перімен алыса ма? Ауыл тұрғындарының талабы қандай, көреміз. Бізге хабарласқаннан кейін талқылап қоя салатын бағдарлама емеспіз. Сондықтан біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына ресми хат жолдадық. Шардара дейтін қасиетті мекенде дәл осындай жағдай болып жатыр. Осының алдын алайық, проблеманы бірге шешейік деп. Ол кісілер бізге Жетісай қаласындағы Тұрсынай ана мешітінің бас имамы Нұрланбек Алдабергеновті жіберген екен. Қазір студияға шақырып бірге танысайық. Нұрланбек аға, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам, барша. Амансыз ба?
Аман есен. Жақсы жетіп алдыңыздар ма? Шүкір Аллаға. Енді сіз Жетісайдың имамысыз ғой? Жетісай ауданындағы бір ауылда орналасқан Сапқоздың мешітіндегі имамын. Біз сізге видео жібердік. Ол видеоны көріп танысып шықтыңыз ба? Танысып шықтым. Не жағдай деп айтуға болады? Енді ол бізге бір танысты нәрсе емес. Мен өзім 17 жылдан бері сол мешітте тұрақты түрде имамдық қызмет атқарамын. Сол 17 жылдан бері қарап осы жаңағы жын мәселесі бойынша мен тәжірибелі маман ретінде айналысамын. Мен қазір сіздердің айтып жатқан әрқайсысының сөздеріңізді мен жерден көріп тыңдадым. Енді мен дін маман ретінде, дәлел ретінде жаңағы Құран хадиске сүйене отырып, жаңағы осы мәселеге мен жауабын айтсам, ары қарап өздеріңіз көкейтесіз жауаптарыңыз табады деп ойлаймын. Жалпы жаңағы дауыстың шығып жатқаны, кейбір жерде есіктің ашылып жабылып жатқаны, ол жаңағы мынау ағамыз айтқандай психологиялық тұрғыдан бұл кісі өзінің маман ретінде несін айтып жатыр ғой. Әрине ол қорқатын адам ондай нәрсенің болатын ақиқат. Бірақ десе де, 2 адам болса да, 3 адам болса да жаңағыдай дауыстың естілуі, ол енді психологиялық тұрғыдан емес. Жаңағы қазіргі мынау қоғамда болып жатқан бір үйлерді мекендеп алды деп жатқан мынау апайымыздың айтып жатқан жаңағы жедел жәрдем мекемесі. Ол жерден жаңағы сол ауданның көмекші имамы хабарласып, осындай жағдай болып жатыр деді. Әрине ол маған таңсық емес. Өйткені оған дейін біз тәжірибеден оны көрдік. Ол әріптесіңіз сізге қолқа салды ма, келіп тазалап беруге көмектес деп? Өтініш қылды. Сіз барасыз ба енді атқа қонып? Ол енді маман ретінде ондай жерге барамыз ғой. Жаңа айтып қалдыңыз ғой сөз арасында, сол жақтың әріптесі, яғни имамы менен көмек сұрады деп. Біз ол кісіден де сұхбат алған болатынбыз, экранға зер салайықшы. Ол кісілерге мен айттым, мен бұл саланың маманы емеспін. Яғни бұл жерде әңгіме метафизикалық әлгі көзге көрінбейтін жындар жайлы болып тұр ғой. Сол жын оқитын мамандар бар, сол мамандардың өздерін оқыса дұрыс болады дедім мен. Жын оқитын деген не ол? Жын оқитын деген сөз арнайы сол жын саласында білім алып, сол жындармен қарым-қатынас жасай алатын ол маман. Ол солай аталама жын оқитын. Может, ғылыми тілмен айтқанда ислами парапсихолог деп айтсақ та болады. Бекжан мырза, сіз сондайсыз ба? Экзорцист деп айтсақ болады. Мен сол саладан хабарым бар, және соны практикада ұштастырып жүрген. Нұрланбек мырза, сіз ше? Мен енді осы 17 жылдан бері тұрақты айналысам осы мәселемен. Жаңа айтты ғой, дәлелденбеген шизофрения дегенше. Хорошо, мен енді ғылым дәлелденбесе бірақ сіздер олардың бәріне жын кірген деп ойлайсыздар ма? Мысалы біздің Қазақстанда қаншама психикалық сауықтыру орталықтары бар. Соның бәрінде адам деген толып жатыр. Демек, егер оның ішінде бәрінде жын кірсе, неге сіздер барып солардың бәрін жын шығарып, көмектесіп шығарып тастамаймыз оны? Енді мен жауап берейін. Мен бұл кісінің сұрағын негізі бұл кісінің айтып жатқан дұрыс. Төркіні бар ғой. Төркіні бар, дұрыс. Енді дұрыс ретінде айтқым келіп отқан. Мен енді осы маман ретінде 17 жылдан бері айналысып жүрмін. Енді мен көкпе топырақ шашпаймын. Өкінішті бірақ. Дәл осы салада жүрген өзіміз сияқты оқып жүрген, былайша айтқанда кәсіп қылып, дүниені мақсат тұтып, қарапайым авам халықты пайдаланып жүрген азаматтарда жоқ емес. Алаяқтық қылып та мысалы. Неге айтып жатыр? Мен көрермендер көріп отыр ғой, осыдан бір нәтиже алар. Себебі, мысалы, менің алдыма келетін адам болса, науқастанып келді, өзінің жаңағы проблемаларын айтып келеді, отырғыз оған тиісті аят оқыған кезде ол бір дәлел болады, оның бойында жын бар ма, жоқ әлде ағамыз айтып жатқандай, шында да шизофрения, психологиялық тұрғыдан ауырып жатыр ма? Мысалы, көп жағдайда неврология жағынан да, психология жағынан да ауыратын адамдар өте көп. Жын кірген адамдар негізі өте аз. Өйткені кейбір адамдардың кісіне 100-деген адам келеді. Оның бәрінде жын бар деп өте қателік. Ал енді алаяқтықпен айналысып жүрген әріптестерім бар дедіңіздер ғой. Ол кісілердің алаяқтығы қандай сонда? Жын жоқ, адамға ойбай бойында жын бар екен деп ақшаны алып бола ма? Психологиялық тұрғыдан ауыратындарға жаңағы саған сіңіп қалған, саған дуа жасаған, саған болмаса ғашық жын кірген деген сияқты сөздерді айтады. Ол шын ауруларды шатастырады ғой. Егер емдей алмаған жағдайда, әлде ол білмейді ол кісілер. Келді, шизофрения. Шизофрениямен адам ешқашан келмейді. Бір нәрсе естеріңізде болсын. Мен аурумын деп келмейді ешқайсысы. Алып келеді ағайындар. Оларды алып кетесін, или алып келеді. Сол нәрсені назардан, сіз жаңа келсе деп отырсыз ғой. Енді екінші, жаңа сіздің жаңа айтып отқан алаяқ әріптес дедік пе, не дедік? Ол айтады, сенде жын бар дейді, бәрі айтады, сенде жын бар дейді. Сөйтеді 10 курс дей ма, 5 курс дей ма, білмеймін сіздердің курстарыңызда қандай болатынын. Егер ол 5 курстан шықпаған кезде былай айта ма, саған ол сіңісіп кеткен, немесе ғашық жын дей ма? Енді емдей алмағаннан бірдеңе айту керек қой, дұрыс па?
қалай жауап береді, сол маған қызық болып тұр. Иә, жоқ, мен енді соның бәрін түсініп отырмын. Сіздерге айтайын деп отқаным. Мен жаңа маған алып келсін деп жатқан жоқпын. Әркім өзі мысалы, иә. Сіз алып келсе дегеннен кейін айттым мен. Мысалы өздері тактикасын түсіндірдіңіз ғой, соны толықтырып түсіндіріп берейін деп жатырмын ғой енді. Сол енді мысалы маған алып келеді өзі. Жаңағы психбольницадан алып шығып келеді. Үміт қой енді бір жазылама. Әр адамның үміті бар, оған дауым жоқ. Алып келеді, осылай отырыс оқып болғаннан кейін мен айтамын. Белгілі ғой енді, анық Құранның аятын оқып жатқанда оның бойында жынның бар екені басқаша бір белгілерді береді. Қандай белгілер мәселенге? Айтып түсіндіре алмаймын, өзінің бір қозғалысынан, эмоциядан білдіреді, былайша айтқанда. Оны тек қана сіз сезесіз, иә? Егер бойында адамның жыны болса, сіз білесіз, сезесіз. Сезгенде оны бүйтіп қарап отырып айту өте қателік ол. Иә. Мысалы кейбіреулер айтады. Жоқ, Құран аяттарын оқығаннан кейін. Оқыған кезде белгі береді. Түсінікті. Қандай белгі? Мен қазір бұны екінші, мен де ғылыммен айналысып жүрмін ғой. Сіз айтыңызшы, қандай белгі береді? Сосын мен өзім мүмкін ұштастырасыз ба? Иә, қызық қой енді. Иә, мысалы қараңыз, алдыңыздағы пациентке сіз Құран аяттарын оқығаннан кейін, егер әгер-әке жыны болса, қандай ишарат білдіреді? Осы жерде өте бір тонкий нәрсе бар, адамдар ажырата алмайтын. Анау неврологический, психологический ауыратын адамда дірілдеп, шыңғырып айқайлай береді. Жыны бар адамда айқайлай береді. Ал енді осы ортада жаңағы негізі жын кірген адамға көп жағдайда мына кәлиманы айт, мына бір нені айт десең айтпайын деп қырсығады. Шизофрениямен ауыратын адамды айтпайын деп қырсығады. Мысалы да мен айтпаймын деп ерегіседі. Айырмашылығы неде енді? Айырмашылығы бұл өте мен сіздерге айтып түсіндіре алмайтын нәрсе. Нәзік нәрсе болып тұр ғой. Ол өзі оқып жатқан кезде оның жаңағы басқаша бір денесінде қимыл әрекеттерін білдіреді. Жақсы, Бекжан мырза толықтырыңызшы. Қараңыз, жын кірген адам қалай болады? Біріншіден, жын кірген адамда енді әрине неадекватный деген нәрсе бәрінде болады. Ол мүмкін психическийге де жасауға да болады. Ол болады. Жаңағы дірілдеп, денелер өз қолына бағынбай. Сосын жын кіргендердің көбінесе миын басқа біреу басқарады. Және басқа тілде сөйлей бастайды. Ол білмейтін тілде сөйлей бастайды. Және тұра тұрыңыз. Ол тілде сөйлейді және ол білмейтін информацияларды айтады. Керек десеңіз ешбір жындардың өзінің тілі бар, мына кісі біледі. Арнайы тілдерде сөйлейді. Мысалы, жындардың өзінің тілі бар, бұл кісі біледі мысалы. Сонта дегеннің мағынасы не? Ана кісіні айтты. Сонта дегеннің мағынасы не? Сонта білесіз ба? Сонда сондай тілдері бар, сондай непонятный, ол қытайша ма, бір индейцтердің тілі ма, кинода бір естисіз ғой, сондай тілдерде сөйлей бастайды. Және енді адамдар әртүрлі, жаңағы кейбіреулер полный отключкеге кетіп кетеді, өзі білмейді не айтқан. Бір адамдар болады, мына со стороны бақылап тұрам дейді, миымды басқарайын десем, басқара алмаймын дейді. Бірақ ол мен емес дейді. Мынақта бір не қылып тұр дейді, мида какой-то біреу келіп, біреу басқарып тұр дейді. Міне осындай нәрселермен білуге болады. Сосын енді бұл бір ғана белгісі. Сосын жындарда степень бар, аға, айтайын сізге. Не бір жындар бар, түйін деген нәрсе бар шариғатта. Ол түйін деген не нәрсе екендігін ол әлі ғалымдардың арасында ихтилаф. Ол түйін деген нәрсе, мен енді практикама сүйеніп айтайын, түйін деген нәрсе жындардың защитасы. Адамның ішіне кіріп алады да, белгілі бір бронежилет сияқты қабат-қабат защиталар қойып алады. Сол түйіндер шешілмегенше кейбір жындар мыңқ етпейді керек десеңіз. Жақсы, енді түсінікті болды деп ойлаймын. Енді негізгі тақырыпқа ауысайықшы. Сонымен Шардара ауданы құрылыс сәулет бөлімінің басшысынан біз сұрадық. Аталған орында бұрын осыған дейін не болып еді? Қоқыс болды ма деп. Сіздер қоқыс дедіңіздер ғой. Енді осы сұрақтың жауабын білу үшін ғой экранға жер салайық. Ол жерде ең ыңғайлы жер сол жер болды. Ол жерде бұрын халықтың, жергілікті тұрғындардың айтуынша сол жерде мәйітхана мен аурухананың отходтары, қоқыстары төгілген екен. Одан біздің хабарымыз жоқ. Ол мүмкін емес қой. Ол себебі ол жерде мәйітхананың өзінің жұмысы бар. Ол отходтарды тастау деген. Жоқ, сол жерде мусор болған ба, сіз сол кезде? Одан еш хабарым жоқ. Мусор болған хабарым жоқ. Сіз өзде болған жоқсыз бәлде? Біз ол кезде болған жоқпыз ғой қазір. Шынында керек, оны білмедім. Асанбай Қуанышұлының айтуынша хабарым жоқ дейді, білмедім дейді. Бірақ қоқыс болғаны айдан анық қой. Иә, оны тұрғындардың бәрі білген, қалай олар қызметкерлер білмейді. Мен сізге бір сұрақ қояйыншы. Жалпы біз қоқысқа ударение қойып отырмыз. Мәйітханаға қойып отырмыз. Сіз қазір мұнда келгенде қайсы біріне көбірек осының себебі деп отырсыз? Мусор. Мәйітханаға ешқандай күмәніңіз жоқ. Хорошо, потому что барлық больницаның қасында морг бар. Тілшілер сабақтан сәтімен жалпы осындай жын, шайтан, перілердің жиі шоғырланатын жер туралы сюжет дайындаған. Қазір енді қалың көпшілікке де көрсетейік. Экранға зер салыңыздар.
Жын перінің орны негізінен елсіз мекен, қоқыс жиылған жер, дәретхана, монша секілді лас орындар делінеді. Енді көбінесе тасталынған, көбіне адамдар мекендемей қойған, бір ұзақ уақыт тұрып қалған ғимараттарда кейбір лас жындар сондай лас жерлерде тұрады. Алайда көзге көрінбейтін құпия жаратылыстың кейде үйдегі адамдарды да мазалайтыны туралы дерек те айғақта көп. жылы Атырау облысының Дамба ауылында бүкіл республиканы дүр сілкінткен оқиға болды. Араға санаулы күн салып, ауыл тұрғындары бірінен кейін бірі дарға асыла бастаған. 7 адам тылсым күштің құрбаны болып, 2 әйел жынданып кеткен. Сол кезде дамбалықтар жаппай садақа беріп, облыстың бас имамын шақыртқан еді. Яғни көтеріліп ауру дейді ғой, жеңілген ауру, сонымен әкеліп, оқып, иншалла шүкір қайтарып жатыр. Ал 2020 жылы Батыс Қазақстан облысында Ханкөл ауылының тұрғындарын белгісіз қыздың елесі мазалаған. Осылайша облыс әкімінің тапсырмасымен полиция бөлімінің қызметкерлері жұмылдырылып, елес қыз көрінді деген жер ізделген. Кейін бұл бейнетаспаның YouTube желісіне 11 ай бұрын жүктелгені, яғни Қазақстанға қатысы жоқ екені анықталды. Он там сидит, он над ними смеется. Ужас. Тогда если нет денег. Вот что-то светит. Бахал, он до сих пор светит. До сих пор. Бұл бейнетаспаны көремізге жуырда ғана Шу ауданының тұрғындары жіберген. Олардың айтуынша аймақта түсініксіз елесті көргендер көп. Мына суреттен адамға да, өзге жан жануарға да ұқсамайтын әлдененің сұлбасын анық байқауға болады. Біреу бар, енді біреу жоқ дейтін жын шайтан емхананы жаулап алғаны рас па? Мекеменің бұрынғы күзетшісі қандай сұмдықтан кейін жұмыстан шығып кеткен? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Жедел жәрдемге жедел көмек қажет. Шардараның медициналық мекемесін жын шайтан жаулап алды деген көрермендер редакциямыздан көмек сұрайды. Жаңа ғимаратта жаға ұстататын жағдайлардың көп болғанын мекеме қызметкерлері де растап отыр. Тіпті көзге көрінбейтін тылсым оқиғалардың әсерінен жұмысын тастап кеткендер де табылды. Ал ұжым белгісіз күштерге қарсы адыраспанды қару ретінде пайдаланып жүр. Эфирде көреміз, жалғастырайық. Кейбір адамдарда ол жәндегідей болады, слуховая галлюцинация дейді, зрительный галлюцинация дейді. Бірақ олардың жәндегі Түркістан облысының жедел жәрдем станциясының қызметкерлерінің осындай әлеуметтік желіге салған нәрсесі ол шындық емес ол. Өтірік, иә. Содан кейін осыны сіздер көргеннен кейін сіздерде мамандар бар, тағы да бар көрді. Оны біздің мамандар барып көрді. Қазір біздің қызметкерлерді айтып отыр. Оның бәрі және бір-біріне істеген панты деймі? Сондай болып тұр, шығып тұр екен. Қалай тексерген енді бұл кісілер сіздерде барды енді ол мысалы бір науқас емес, қалай тексерді оны? Бар ма жоқ па деген? Тексергенде бізде барып көрдік қой оны. Барып көрдік. Не үшін олар осындай салынды, не үшін осы және баланың жылаған дауысы естіледі. Былай қарасаңыз, енді шындап кетсеңіз, шынымен анау шақалақтың енді тірі шақалақтың дауысы ол. Ондай болу ол мүмкін емес. Табиғи құбылыс дейді, өзіміздің жәндегі басқа неміз бойынша, дәлеліміз бойынша медицина жағынан, ғылыми жағынан дәлелденетін болса, ол мен өзім ойлаймын, өз ойым ол шындық емес ол. Жоқ, жақсы, енді сіздер шақалақтың ол жерден жоқ жерден шақалақтың дауысы шығуы, ол енді ғылымда дәлелденбеген, ол мүмкін емес. Бірақ сіздер енді сол ненің қаяқтан шыққанын тексердіңіздер ме? Ол звук қайдан шықты? Адамдар не үшін түсірді? Қаяқтан алған ол ма? Не үшін түсіргеніне біз ол қызметкерлермен біз өзіміз оны сұхбат алған жоқпыз. Ойлады, шындық болмаған екен, енді олар енді ойын қылып істеген шығар. Сонымен аурухана басшылары бұның барлығы ойын деп ойлайды және ойынға балайды. Видеоны жалпы экспертиза жасауға болады. Оны кішкентай баланың дауысы қосылды ма, қосылмады ма, біріншіден экспертиза жасасын, екінші сосын енді ол ауруханада ондай нәрсе шықса, оны не үшін жасырады, мен түсінбеймін да. Ол енді бұрын кезінде мусор болып тұр, сол жер тазалап, енді үй салу керек. Ода тұрған өркениет Қазақстан құрып жатыр. Ода не проблема? Бар, болды, сонда енді ол бұл мемлекеттің не кінәсі бар, дұрыс па? Акиматтың не кінәсі бар? Ол жерге барып осындай молдаларды оқып, осындай болды, біз қазір енді қазақшылыққа салып жатыр. Құдай қаласа бәрі жақсы болады деп бит қоя салғанда дұрыс болды. Бұл жерде ешкімнің біреудің мұрны шығып кеткен жоқ, біреудің бірдеңесі болды. Мен осыған таң қаламын да. Сол біреудің мұрны шықпас үшін алдын ала қамдану керек қой.
Және бізде тағы бір куәгер бар екен. Ол бұрын осы ғимараттың іргесіндегі емханада күзетші болып жұмыс істеген. Тілшілерімізге сұхбат беріпті. Экранға зер салыңыздар. Бір 6 ай ма істедім де шығып кеттім. Ол кезде ана бағанағы жаңадан скорыйдың зданиясы бар ма еді ол кезде? Бар еді. Бірақ ашылған адам жоқ болған. Ашылмаған. Ашылмаған. Ашылған кіріп шығып жүрді ғой. А сіз не көрдіңіз сонда жақтан енді? Мен неде жаттым да, мен көзіме көріне берді, содан кейін ақ киіп алған күртке кішкентай қыз көріне берді. Оны жата алмадым осы. Андай құрағандар, үсерелерді қойдым телефонға. Иә. Сон болмады. Мен қасымда 02 деген ауди бар, қалан баласы. Сен қалай жатып тұрсың ба дедім. Ой, қазеке мен машина жетем деді. Кешке скорый ана нелер бар қандай? Врачтармен бір алтта жабамда мен де кетіп қалам деді. Онан кейін бір Құран оқиын, намаз оқитын бір бала бар еді. Иә. Ол да шығып кетті. Одан да сұрады мен. Тек маған көрініп жатыр ма дедім де мен. Сен Құран оқисың ғой, енді қалай тыныш па дедім. Түн адамдар тақырлап жүреді деді. Жоқ, сіз ұйықтағанда көріне ма? Жоқ, ұйықтамай сау. Ояу кезде. Көзім жұмсам болды, қарап тұрдым. Қараңғыда. Кешке жатасың ба енді қараңғыда? Иә, қараңғыда. Былай көрінбейді. Кішкентай қыз дейсіз ба? Келетін? Осындай қыз аппақ күртке киіп алған, бұрышта қарап тұрады. Жалпы осындай елестерден кейін бір емес 3 күзетші жұмысынан өз еркімен кетіпті. Бірінің сұхбатына назар аудардыңыздар, енді екінші бір күзетші бар екен. Экранға шығарайықшы. Мен өзім осы корпуста болғам. Қазір ана корпуста. Бірақ мен түн кейде сояққа түсіп қалған күні, бірақ ішіне кіруге өз басым қорқадым. Елеңіз дейсің де бір өзім. Неге? Тас қараңғы жерде енді. Мына жақта қараңғы емес па не? Здания тұр ғой. Иә. Мысалы, түн жарымда мен кіруге қорқамын да. Ол кезде мен ол жерде жұмыс ешкім істеген жоқ еді да. Сол ғана. Ешкім ол жерде жұмыс жасамайды. Әшейін сыртына қарап, біреу терезені сындырмасын, бөлені сындырмасын деп жүреді. Бірақ түн бола ма, оның үшін жатпайды едім, машинаға кіріп жатады. Жақсы, сонымен біз ақыры ауруханаға барғаннан кейін өзіміз енді журналистік зерттеу жүргізіп көрдік. Тас қараңғыда ешкім жоқ жерде тілшіміз және оператор камераны қойып осының барлығын түсірген болатын. Рас па, өтірік пе, енді ақыры барғаннан кейін проблеманы шешейік деп қолымыздан келсе, әлбетте. Экранға назар аударайық. Көреміз, тілшілері танды ғимаратта атыруға тәуекел еткен күні мекемеге бейнебақылау камерасы орнатылып жатқан. Екі жігіт кешкі 9-ға дейін тәп-тәуір жұмыс істеген еді. Бірақ дәл осы сәтте бәрі өзгерді. Тыныштық бұзылды. Бағанадан бері сіздер жұмыс істейсіздер, ештеңе байқалған жоқ па? Ол кезде енді қазір не болды дейсіз? Свет жарып өшті. Жарықтың неге жанып өшкенін сырттан келген бұл жігіттер тұрмақ. Осы мекеменің қызметкері де түсіндіре алмады. Өйткені шамның жағып өшіретін түймесі екінші қабатта екен. Оның есігі кілттеулі. Ал кілт басқа мекемеде, яғни ауруханада. Камера орнататын мамандардың түрінің бұзылып кетуіне осы жағдай себепкер болған секілді. Полный өзгерді, жап-жап болып тұрды. Жоқ, сөйтіп өшіп қалды светі. Сөйтіп біз сұрадық, светін жағып беріңізші дедік күндердің. Сөйткенде ол төбеден жанып, төбеде адам жоқ болып өшіп кетіп қалған шығар деді. Осыдан кейін-ақ бұл жігіттер асай мүсейін жинап кетуге асықты. Сәлден соң кісі аяғы басылып, ғимаратта тыныштық орнат. Ал тілшілеріміз жылаған баланың дауысы шықты делінген жаққа камераның жүзін бұрып қойып, өздері сыртқа шығып кеткен. Бірақ 1,5 сағат уақыттың ішінде камераның жанарына ештеңе ілінбепті. Осы кезде куәгердің мына сөзі есімізге оралды. Камерадан шығып тұрған әңгіме болды. Лайық бар деген сөзі. Соға. Сіз ол камераны бәрін дайындап жатқанда ондай нәрсе көрмейді. Осыдан кейін тәжірибенің екінші кезеңі басталды. Ғимараттың түкпіріндегі 2 бөлмеге микрофон қойылып, түсіру тобы шығар есік жақтағы қараңғы бөлмеде камераның қасында тұрып тың тыңдаған. Түннің жарымынан ауғанда мынадай дыбыс естілді. Қалғып бара жатқан оператор өз атын ұмытып қала жаздады. Не дауыс екен? Міне, біз көрген дүние осы. Жүгіріп өтетіндей құлттаулы болған ішінде ешкім болмады. Тек күзетшілер және күзетшілердің рұқсатымен оператор мен тілші болды. Біз енді Замира ханым бардық, зерттедік және әкімдікке де ат басын бұрдық.
сәулет басқармасынан да сұхбат алдық. Бұл жерде енді халықтың жан айқайын әкімдікке жеткізейік деген проблема ғой. Сол проблеманы көтердік. Одан кейін Нұрланбек ағаға да қолға салдық. Бағдарламаға келіңіз, осының бәрін айтып беріңіз. Сосын бағдарламадан кейін Нұрланбек аға сол бір жерге барып процесін жүргізеді. Келістік қой, Нұреке? Келістік саған. Бүгінге осы сіздермен болған көреміз. Мен Руслан Өтепбай. Өте абай болыңыздар.